Қырыққа келдім. Қу тіземді құшақтап әлі жүрмін. Сырықтай болған бойыма, алға ұмсынған кеудеме, дөп-дөңгелек бөксеме, қысқасы өз-өзіме риза болып өмір сүріп төртінші ондықтың есігін қағып, өмірдің көбі кетіп аз қалғанын білмейде қалыппын ғой. Енді тағы 40 жасайды дейсің бе? Мен өз қазір қызбын ба, әйелмін бе? Мен қызбын, тәніме еркек қолы тимеген ұрғашымын. Әлсін-әлсін есінеп қойып елегізіп жатқан ол 40-тағы қырқылжың қыз Орынкүл оңашада өзіне өзі есеп бере бастады. Көк шыбық кезінде біреуді жақсы көрді, бірақ ол бас бұрмай кетті. Өзі де наздана қарап күлімсіреп сөйлегенде бері бұрылар ма еді, бірақ бәрін сезіп біліп тұрып, еркек көрсе қара тастай қатады да қалады. Алматыдағы дарынды балалар мектебінде оқып жүргенде 10-шы сыныпта бір оқушы бала ерінен шөп еткізіп сүйіп алды. Еріннің сол жері шоқ басқандай қыж-қыж қайнап көпке дейін өз-өзіне келе алмай жүрді. Содан кейін сол баланы жек көріп кетті. Ол қазір атақты математик, атағы жер жарған академик. Қазір соның сурет бейнесін баспасөзден көріп, тірі бейнесі теледидар мен интернеттен қылаң еткенде ернін шүйіріп өшпенділікпен қарайды. Жанының бір бөлшегі солқылдап, тәнін арамдап кеткендей көрінеді. Менің қатарларым шетінен үйлі баранды, ұл қыздарын аяқтандырып ат ойлап той жасап жатыр, аттестат аласап, атқа қонып үшке бітіре салып, үй болғанда немере сүйіп отыр. Мен сол алгебраның соңында түсіп, жай бөлшекпен AX-ті айналсоқтап жүріп, не есептің түбіне жете алмадым, не өмірден теңім таба алмадым. Аурухананың жеке бөлмесінде жатқан Орынкүл күйініп кетті. Мұңын шертіп, ақтарылайын десе айналасында ешкім жоқ. Бір бөлмеде бір өзі жалғыз адамдық бөлмеге жат жұртта қалғандай жатқызып қойғанын қарашы. Бас жағында томпиған 4 бұрыш тумбочка, үстінде сорайған сарағаш бөтелкесі, қасында бөтелкені күзеткен жалғыз жылтыр стакан, жалғыздықтың бәрін бір басыма жазып қойған екен де деп, өмірден өтіп кеткен шешесін кінәлады. Шешесі қандай болса қызы да сондай, шешесін көріп қызын ал дейді. Топырақ жамылғанына 10 жылдан асқан анасы өмірі, отбасы туралы сөз қозғап бір басыңды екі оқыл деп айтпапты. Өзі 10 бала туған батыр ана. 10 баланы асыра оңай деймісің? Тек сырқат жеңіп көз жұмардан бір апта бұрын басында күзетіп отырғанда, сенің де арығың тартылуға таяу деді күбірлеп. Ол кезде сыбай салтаң жүрісі өзіне ұнайтын. Тіпті баласының боғына тайып жығылып жүрген құрбы құрдастарын көрсе жирене қарап, өзін солардан екі елі болса да артық санайтын. Сөйтсем мен ақпай қалған арық секілді суға сусыған сорлы екенмін ғой деп, жаны ауырып пышаққа түскенде ғана өзінің осы жүрісіне есеп бергендей боп елегізіп жатыр. Бала шағам болса, күн құрғатпай артымнан ағылып келіп жатар еді. Кезекпе-кезек басымда отырар еді. Пышаққа түскенше 10 шақты күн дайындады. Ең жақын деген 2 жеңгесі, олардың бала шағасы келді. Пышаққа түсіп ота жасаған үлкен жеңгесі бір рет бой көрсетті. Содан кейін бір партада отырған сыныптасы келді. Онымен де шер тарқатып сырласқысы келіп еді. Кішкенемді балабақшадан, үлкенімді мектептен алуым керек деп, өпелектей ұшып қонып тез кетті. Ол айналасындағылардың бәрін кінәлай бастады. Әркім өзі үшін өмір сүреді екен ғой. Кешегі ха-ха-ха күлкі оңашадағы құйқылжың әңгіме, тыртыңдап билеген көңілді кештердің бәрі қол бостағы қимыл құбылыс екен. Отау тігіп от жаққасын әркім өзінше шығарда жаны бөлек, достарың да бөлектеніп кете береді екен. Сенің ең жақының неке суын бөліп ұрттаған серігің мен тұла бойыңнан жаралған перзентің екен деп, Орынкүл шекесіне сұқ саусағының ұшын қадап, қиял кемесі орнынан жылжи бергенде, анасының мүләйім даусы құлақ түбінен сызылып естілгендей болды. Ол да сонда өз секілді тартып ыңырсып жатқан, сонда анасы айтқан жалғыз ауыз сөздің жауабын іздеп, өз жанын өзі тергеуге салды. Арығың да тартылуға таяу. 30-дан асса да соған мән бермепті. Енді ойласа бұл сөз қыз құзырың бітіп перзент әкелер жолың жабылып, енді қайтып етегіңді көтермейтін саха ел болдың деген сияқты. Ол көшедегі суы тарылып, қаңсып тұрған арықты көз алдына келді. Кейіннен Алматыға кетіп дарынды балалар мектебінде оқып оны тауысқанда неге жеттім. Оның көз алдына тағы да тақтаға бормен жазылған AX елестеді. X математикадағы белгісіз мөлшер болса, мен өмірдегі шешу жоқ жұмбақпын. AX жұмбағы көп өмір болса, шекесіндегі екі сан сияқты екеу боп біреумен қол ұстасқанымызда ғой. Сол екі санымен тек тақтадағы жұмбақ X-тің шекесінде тұрып қалады деп өкінішке толы ойын 10 саққа бөлінгенде, есік серпіле ашылып, емделуші дәрігер Орынбай кіріп келді. Жаңағы жан ауыртқан қиял мен әртүрлі елестер сытылып кетіп, айналасы аппақ әлемге малынып, қарсы алдында орта бойлы, дембелше келген ат жақты қос мұрын жігіт тұрды. Қалай Орынкүл қыз деді де, әй-шайға қарамай үстін жапқан ақ жайманы сыпырып тастап,
Қарынның ота жасаған жерін алақанымен басты. Осылар оташылар ятсыз, ең болмаса ішіңді ашшы деп айтпай ма? Әй-шайға қарамай жамылғыны жұлып алды. Жұрттың бәріне сөйтем екен. Әлде тек мені ғана басына ма? Басы бос, ешкім жоқ. Сорайған соқа басы деп басынатын шығар. Алақанын тыртық боп бітіп келе жатқан жараның орнына қойғанда жаны жай тапты. Алақан қандай ыстық. Әлде келерде бірдеңе жағып келем екен. Дәрігерлердің өз заңы бар ғой. Орынкүл жалғыз басты болғасын ба, күдігі соңынан ілесіп жүреді. Әлде сенер ешкімі болмай әр нәрсенің әрісін ойлап үйренгендіктен бе қашанда ақиқаттың қасынан күдік іздеу өзіне өзі келіп, кәрі қыз атанғалы бергі дағдысы. 3 күннен кейін шығасың. Шығардан 1 күн бұрын айтамын. Бір рет көк дәрі жағамыз, сосын көк дөнендей бүлкілдейсің деп тез-тез сөйледі де шығып кетті. Жауырыны қандай жалпақ, қолы қандай ыстық, бірақ ол кісінің сөз сараңына түсіне алмады. Әсіресе алғаш алдына барғанда ештеңе ұға алмай дал болған. Өзінің күн өткен сайын аяғы ауыр әйелдерді іші көтеріліп келеді. Ол бірден неше айлық деді. Бұл жауап бере алмай бұйығып, басын төмен сала берді. Неше айлық деймін. Неше айлығы несі, мен екіқабат емеспін ғой. Ішін ұстап көрді де ешқандай демалған белгі білінбейді. Басқа жағын демалып тұр. Ол да шаршаған дегенде өң жүз алаулап жерге кіріп кете жаздады. Анализ тапсыр деп тілдей қағазға бірнеше жолдама жазып берді. Соңынан рентгенге түс деп тағы бір белінде қызыл жолағы бар айрықша қағазға шимайлап қолын қойды. Сөйтсе, бұл жатырды тексеретін ерекше жолдама екен. Бәрін бітіргесін қайтып кел. Шүпірлеген қағазды ұстап бөлмеден шықты. Қандай ұятсыз дөрекі адам деп жек көріп шыққанымен, қазір ғана қасына кеткенде шамалы тұра тұрғанда ғой деп бір әулекі сезім әуреге сала бастады. Сол кездері бетінен басып ағаларының үйіне бара алмай қалды. Іші көтерілгенін көрген жұрт некесіз буаз болды деп, біреу болмағанмен біреу сайқымазақ күлкіге сап, сан құбылтары сөзсіз. Үлкен жеңгесі оңашада аяғың ауыр емес пе деп, таң қалып әрі қайсар қайын сіңілісінің табиғатына жат қылықты жақпай қалам ба деп жалтақтап сұрап еді. Жұрттың бәрі солай ойлайды, білмеймін, өзінен өз көтеріліп барады деді төмен қарап. Содан жеңгесі аяқ астынан бәйек боп, жан-жаққа телефон шалып, біреу арқылы осы дәрігер тауып берді. Сол жол тілінен де қолынан да келген жанашыр жеңгесіне наз айтты. Осы жасқа келгенше жігітің бар ма деп бір сұрамадың деді жанарын төңкере салып. Ол болса, қыз-ау, сені туған сіңілімдей көрдім. Көбіне Алматыда жүрдің ғой. Жігіт деген асты үстіңе түсіп жүрген жоқ па? Айтпайды дейсің. Апам ғой бізді осылай артық ауыз сөз айтпауға үйреткен деп, қайненесін кінәлап сөйлегенде көз алдына ауыз ауыр, өзімен өз томаға тұйық отыратын анасы көлең етті. Содан аты жөнін жазылған қағазды қолына ұстап, ала бұртып келгенде көрген адам осы оташы Орынбай Айтуаров еді. Жұрттың бәрі қолы жеңіл деп кәсіби шеберлігіне тәнті екен. Тіпті ауруханада жатып 10 күнде байқағаны, осындағы төмен етектілердің бәрі оны көрсе басын иіп бәйек болып қалады. Ақ желең жамылған кәсіби дәрігердің де, енесін денеңе қадап дәрі қытықтаған медбикелердің де бұл дегенде ерекше бір ынтық сезіммен епелектеп қалады. Тіпті еден жуушы ең төменгі қызметкерлер де қарап жүрмей қызыл ернін жыбырлатып іштей қызыққан көңілдерін білдіріп жүреді. Оның адами қасиеттерін пышақтағы бағындырған кәсіби шеберлігін бір мойындап бір-біріне жарыса айтқанда ауыздарынан су тамады. Орынкүлген жасаған жақсылығы да бір басына жетіп артылады. Ешқандай дәрі сатып алған жоқ. Әйтпесе кісі жанынан басқаның бәрі сатулы заманда дәрі-дәрмектің бәрі аурудың мойнында, бала-шағаның аузынан шыжып шыбын жан үшін шырылдап шипа іздегендер қаншама. Өзін неге жеке бөлмеге жатқызды? Соны бір сұрағысы кеп еді, аузын аша алмады. Әлгінде көз алдын әртүрлі елес торлап, анасының көз құлағына естіліп, көңілі алабұртып жатқанда кіріп келгенде де қызыл тілдің ұшында сауал үйіріле берді. Ота жасағасын 1 күннен кейін саған витамин жеу керек деп 3 қызыл алма мен 3 лимон салынған жылтыр долбаны салбыратып, ұстап бас жағына қоя салды. Кешеге дейін бас жағында жеміске қараған да жоқ. Жалпы тірі үйірген тәттіні о бастан жей алмайды. Жұрт қауым мен қарыбыздың үстінде түсіп тамсанып жатқанда, бұл бір тілік жеп тойдым деп ауыз басын сүрте бастайтын. Тумбочканы ашып бір алманы саусағына іліктіріп, бас жағындағы сүлгімен сүрте сапқырт еткізіп ақ тістерімен қыршып алды. Қандай тәтті, неге алма жемей жүргенмін? Алматыда дарынды балалар мектебінде оқып жүргенде алма жинауға апаратын. Сонда жұрттың алма жеуден аузы тынбайтын, сөмке-сөмке қылып жатын орынға келетін. Бұл бір алма жеп бір артық алма алған емес. Мынау қандай тәтті иіс, қандай керемет, дөп-дөңгелек апорт кезде таусылып қалған томпиған тумбочкадағы жылтыр қалтаға тағы да қол созып еді. Сырты бүлдір-бүлдір лимон ілікті. Лимон қышқыл, он шаймен ішемін.
Орынбай ағай не берсе де жеймін деп тағы бір алманы алып асыға қырт еткізгенде маржандай тісі майдалап кесіп түсті. Ол да тәтті екен. Қазір Орынбай ағай әкелген лимонмен шай ішемін. Ол жаймен кереуеттен көтерілді. Іші төмен түсіп, бұрынғы сыптай қалпына келіпті. Бұл жатыр түтікшелерін қаптаған сарсу, содан соң ісік пайда болған. Бұны сылып тастаймын деген Орынбайдың даусы құлағына келді. Сөз бұйдаға салмай сылып тастады. Бұл неден пайда болған кесел деп, ота жасардан бір күн бұрын қасына кеп көңіл күйін білгенде сұрап қалды. Бұл табиғи қажеттілік бұзылғаннан болады. Түсіндің бе? Жоқ деп есеп шығарғандай нақты айтты. Әйелдік міндетіңді уақытылы орындамағаннан болады. Тағы да төмен қарады. Бұл кісі менің қыз екенімді білмей ме? Әрине білмейді. Мен де бір деп өзін кінәлады да қойды. Не де болса ағам мен жеңгемнің алдында ішім көтерілмей тезірек жетсем екен деп асықты. Тәй-тәй басып қызыл еденге табанын тигізді. Қазір әжетханаға барып келгесін лимон сап шай ішейін. Лимонның дәмі қышқыл, сонда да ішем. Ішіп отырғанымды көрсе ғой, тіпті бірге ішсем ғой деп масаң сезімде мазалап маңында шыр айналып жүріп алды. Бір тәтті, бір ащы екенін біліп тұрып, бірге әкелгенін қарашы, менің тірліктегі үлесім осындай ғой деп әдеттегідей кәрі қыздың әуенінен бастай берді де өзін таптайды. Ащы болса да шемін, өзі әкеліп тұр ғой. Есікке жақындай бергенде босағадағы үйрек тұмсықтар ет сындырғышты көріп жиркеніп кетті. Бұны да көрдік. Енді барар жерге өз аяғымен барамын. Кеше келгенде енді тұруға болады дегенсің. Сықырлап есік ашылды. Отадан кейін аурудың өз аяғымен жүріп, әжетханаға бару үлкен олжа. Бұл дәрігердің мерейін өсіреді. Дәліздегі медбике бөлмесінің есігі ашық. Өз деген Орынбай ағасы екі ақ желеңнің ортасында жайбарақат шай ішіп отыр екен. Тәй-тәй басқан сәбидей қызыл еденді қуана басқан емделушіні көріп, ол да қуана қарсы алды. Бүгін тәй-тәй басасын, ертең аяғыңды көтересің деп бұған қарап айтқан дөрекі сөзді ызыңдап құлақ түбінен өткен кезде оны қасындағылардан қызғанып кетті. Кібіртіктеп басып бара жатса да, жан дүниесі атойлап анау бірге шай ішкен екі әйелден арашалап алғысы келіп, бойына ересен бір күш бітіп, адымын ширата түсті. Орынкүл моншадан келді. Пышаққа түсіп ота сәтті болып, өзіне өз келгелі ағыл-тегіл боп терілеп алған жуынуы. Жатыр қуысынан түйдек-түйдек арам етпен саршы ұшығыпты. Кесел кеткелі тұла бойы жеңіл тартып, ауырлықтың бәрі артта қалып, жаны жай тапты. Басқан ізін аңдып жүретін қазақ жердің жеңіл ауыз сөзуарларынан да мысал болмай пәледен тез құтылды. Аға жеңгенің де ар ұятына масыл болмай бәрінің сәтін салды. Ол үшін ақ оташы Орынбайға ырза, тіпті өзін оның алдында өтелмеген парызы бар пендедей санайды. Ырзалығын білдірейін десе көңілі ырық бермей, оның алдында тілін тістеп қалады. Моншаға терлеп түсті. Арам тер қысып барып еді, ағыл-тегіл боп бітеліп қалған нүктенің бәрі ашылды. Буға кірмес бұрын тазаланып ап, тұла бойындағы кір атауını кетірді. Иіс сабын жағып, жөкені көпіршітіп, әлсін-әлсін сымдай тартылған денесін сықылады. Қарын тұсына тартылған қол басындай сызық бірте-бірте көмескіленіп барады. Тіпті пышаққа түскенін қадалып қараған көз болмаса, екінің бірі білмей қалады. Сол дене тыртығын білетін біреудің ертең үйіне шақырады. Тақырыбы не деді ол, тағы да сасып қап. Үйді көрсетіп дәм татқызу деді. Тақтаға шыққан баладай таңдайы тақылдап. Қай шамада? Өзіңізге қай шама ыңғайлы? Жарайды, сенбіде кешкі 18-де. Содан бері алабұртып мазасы кетті. Дастархан мәзірін дайындап, шөп шаламнан иіліп үйшік тұрғызды. Жалғыз болса да ас су әзірлеуде қолы жеңіл, бармағы балдай еді. Орынкүл басқан палау өзбектікінен бірде кем емес деп жегендер бас бармағын шошайтатын. Шынында да өз басқан палаудың дәмі таңдайынан кетпейді. Сыр күріші ел ырысы деп осы жолда палау басуға әзірленді. Ет берсем алдына бас тартуым керек. Маған ол кісінің үйіме бас сұққаны керек. Әуелі моншаға баруға бекінді. Денедегі кірден арылса өмірді жаңаша бастайтын секілді. Әр барған сайын тұла бойы жеңілдеп шығып, көшені сергек адыммен аттайды. Бұл жолы жеке бөлмеге алды. Дене тыртығын ешкімге көрсеткісі келмеді. Буда отырып бусанып өзімен өзі боп сырласқысы келді. Ыстық су бойын босатып бір түрлі маужыратып барады. Есігінен кіріп келе жатқан ақ желеңді оташын елестеткенде тіпті тұла бойы босап, бір жылан жыбырлап көкірек тұсынан төмен жылжыды. Денесін жиырып бір уыс боп, кіндік тұсына тұрып ап керіліп созылып тағы да жоғары өрмеледі. Қос анарының ортасына кеп басын көтеріп, екі анарының ұшына шошақ тілін кезек тигізгенде тұла бойы жылан шаққандай дыз етіп орнынан ұшып тұрды. Қой шығайын. Ол ақ желеңмен келмейді ғой деп, енді ақ көйлек, қара костюм, қызыл галстук таққан бейне есіктен кіре берді. Оның ақ желеңсіз жүрген кезін көрмепті. Шығайын. Бір түрлі бойын босап бара жатыр. Қонағымды күтейін. Ағыл-тегіл боп аққан терін сүртіп денесі де, жан дүниесі де жеңілдеп моншадан шыққанда,
Енді тұп-тура бір тәуліктен кейін онымен кездесемін деп көңілін демдеді. Үйге келгесінде төсекте жайбарақат жата алмады. Буда отырғаннан бетер бусанып, көкірек тұсында желп-желп еткен жылы лебесіп бүдірі жоқ. Бір дөңгелек тұла бойында зыр қағып жүріп алды. Сол қос анардың арасынан төмен түсіп, кіндік тұсқа жеткенде шымбұлақтан шым-шымдап шыққан мұздай судай бір нәрсе шымыр ете қалды да өз-өзінен бұрқ-сарқ қайнап тұрып алды. Сосын әлгі дөңгелек қайта шыр айналып, бәрін бас шаншып ақ ақ тамаққа қарай өрлейді. Көз шырымын алсам деп кірпік айқастырып еді, ұйқының ауылы тіпті алыс көрінді. Көзін ашып қалғанда кереуетмен қатар жер бауырлап жатқан қарала мысықты көрді. Ұрғашы мысық маужырап жүр. О балақ, бір апта ұстай тұршы деп көрші тастап кетіп еді. Осы көршімде қызық деп әдеттегідей жалғызілікті кәрі қыздың махамына сап біреуді кінәлай бастады. Ертең оташы Орынбай Айтуаровпен кездесем, ол менің үйіме келеді деп өзіне өзі төмен етектілердің ішіндегі ең ілкімді санады. Бойында бір шалтықпен ұшып тұрды да ас үйге кіріп сәбіз аршуға кірісті. Үп-шүкір қоңырқай сәбізді пышақпен қырып, жұмырлап жалаңыштап отырып, бұл дүниеде дегені болған біреу болса, мен шығармын деп өзіне өзі көкке алып ұшты. Оның келуіне бір тәуліктен де аз уақыт қалды. Есіктен кіріп келе жатқанда қалай қарсы алар екенмін деп бір ой санасына тағы еткенде табы жуан өткір пышақ қолынан түсіп кетіп резеңке денге кірш ете қалды. Қызыл сәбізді алақанына қысып ұстап тұрған Орынкүл, мен осы қайда тұрмын деп қобалжыған көңілін басу үшін бір жұтым суды сіміріп сап, теңселіп тұрған пышақты жұлып алып, жалт етіп сыртқы есікке жаққа қарады. Қонаға жатуға бола ма дегенде Орынкүл сасып қалды. Қонақпен қосылып ішкен 100 грамм коньяк тұла бойына арлы-бері жүгіртіп, жүрегі қатты дүрсілдей бастады. Алмас қылыштың үстінде отырғанда, ойымды қалай дөп басып кеттіңіз деп көзін төңкеріп бір қарағанда, енді бір 100 граммнан алып қояйық, сосын төсек сал деді қонағы. Орынкүл қонаға қойған коньякты жартылай ішті де асып-сасып, рөмкені қойғанда оны су толы маңғаз фужермен соғыстырып алды. Бұл кісі мені қыз емес деп отыр ғой. Мен қызбын. 40-қа келсем де қызбын деп қызу көңілмен іштей қайталап ыдыс-аяқты жинауға кірісті. Қонағы балконда тұрып, түнгі қаланың азғарлы желін жұтты. Төсекті салып болып, диванда отырған қонағының қасына кеп, дайын деді, берілген тапсырманы тап-тұйнақтай қылып, орындап жақсы сөз күткен оқушыдай емексіп. Бұл оның бала күннен бергі дағдысы. Сен өте ұқыпты әйелсің, ұқыпты есепшісің деді, қолын созып өзіне қарай тартып, иықтасып отырғаннан кейін. Неге осы кезге дейін бас есепші бола алмай жүрсің? Әйелсің деген сөз тағы да шаншудай қадалды. Мен қызбын, 40-қа келсем де қызбын деп ішінен әлденеше қайталады да, сауалына қызу көңілмен жұлқына жауап берді. Бас есепшілікті қайтем, ол қай басыма керек? Физмат мектебін 5-ке институтты Қызылға бітіргенде жетпегенім бас есепшілік пе? Кімді асырай алмай жүрмін? Таусылма, пессимист болма деп, ол қараңғы бөлмеге қарай жеңінен тартты. Қыз ілесе берді. Қорқып тұрсың ба? Не болды сонша еркек көрмегендей? Ол дір-дір еткен бәденді қыздың шашынан сипады. Орынбай аға, мен 40-қа келсем де қызбын. Ертек айтпаңдар шосы. Біздегілер де шетінен ертекші дегенде көз алдын ауруханадағы ақ желеңді үлкен кіші әйелдер кес-кестей бергенде жан дүниесі біз сұғып алғандай шым ете қалды. Іле-шала қыздың жан даусы шықты. Тәні ауырғанымен жаны рахат тілеп жатыр. Пышаққа да түсті, ақыры сәтті болды. Енді соның бәрін артта қалдырып, жаны жай тауып дүниеге тоят сезіммен қарасам дегенде іңкәрлік бар. Арығың әлі тартылмаған екен, 40-қа келсең де. Осы сөзді екінші рет естіп отыр. Алғаш анасының аузынан шыққанда таңғалып еді, енді қайдағы бір еркек түн жамылып тұрып тағы да айтты. Ол жуынуға кеткенде Орынкүл әлі толық жиналмаған дастарханнан 100 грамм коньякты сіміріп сап, жылдан басып кеп, менің жаным сізбен болғанды қалайды деп, ебелек қағып қараңғы бөлмеде ербең етті. Етегі лас кездері әйел еркекке өтініш айтпайды. Кел, сонда да деп жеркене сөйлегендей болды. Қыз дәуренмен қош айтысқандай қолындағы даусы құраққа шықты. 40-қа келгенде естілген жан даусына біреудің пердесін өз қолымен ашқан пенде де сене алмай тұр. Жан даусы шығып ыңырсып, ыңыранып жатқан әйел түсініксіз бір сөзді естіді. Менің моншағым қалай екен? Бұл сөзді ана тілінде айтпады. Ұлтаралық тілде кәсіби сөзді қолданды. Әйел түкке түсінбеді. Еркек шырт еткізіп шамды жаққанда дене мүшесіне дөңгелек жабысып тұрған жып-жылтыр темір моншақтарды көрді. Осы үшін ақ бәрің соңымнан қалмайсыңдар. Сен де кірің жоқ кезде шақыруың керек еді. Асығыстық істедің. Кеше ғана моншаға түскем. Сіз маған сенбейсіз бе деп көбірледі, денесін қозғата алмай жатып. Ертек айтатын жас емессің. Менің моншағым жас.
кәрі деп таңдамайды дегенде денесіндегі дөңгеленіп тұрған темір моншақтар өзінің мөлтілдеген көз жасындай көрініп кетті. Ол су сарылдатып жуынды да қоштаспастан сыртқа есікті ашты. Үй жайы бар ғой, тезірек жетсін деді төсектен тұра алмай жатып. Оташыны содан кейін көрген жоқ. 2 рет тәнін жараласа да, дәл осы адамдай жанын жанатқа бөлеген тірі жанды таба алмады. Тек 40-та куә болған құбылысына сенбей кеткеніне іші ашиды. Сармайдай сақтаған қазынам шынымен де көз алдау болғаныма деп өкінеді де, ененің орнын жазылғасын тағы бір иіліп, болған істің бәрін аңыздай ғып айтып берсем де, үй іргесіндегі адамды алыстап жүрген жолаушыдай аңсап аһ ұрады. Кабельді теледидардан Ресей жақта тәніне моншақ таққан біреудің қыз зорлап ұсталғанын көріп қалды. Оны ешқандай ұрғашқа да, қиянатқа да қия алмады. Сыртта емденіп жүріп, көрінгеннен қызғанғанын қайтерсің. Әңгіменің соңы.